Бүгін біз муравейник дайындайық деп жатырмыз. Муравейник дайындау үшін 450 грамм ұн керек, высший сорт. Ұн әр жерде әрғалай, плюс-минус 50 грамм, 30-50 грамм кішкене ойнайды. Және де сары май керек. Сары май 250 грамм сары май болады. Мен бүгін маргарин жайлауды алдым. 72-де 5% жайлаудан жақсы шығады. 100 грамм қант, шекер, разрыхлитель керек болады. 10 грамм, 2 жұмыртқа. Ең бастамай тұрып, ең әуелі қант пен жұмыртқаны езіп аламыз. Екі жұмыртқаға 100 грамм қантымызды салып, жақсылап езіп аламыз. Қантымыз жақсы еру керек. Ірі-ірі болып, түйіршік болып жүрсе, жарамайды. Енді ендігі кезекте 450 грамм ұнға 450 грамм ұнға електен өткізілген высший сорт ұнға 10 грамм разрыхлитель саламыз. Ол 1 шай қасық болады. 1 шай қасықты толтырып, разрыхлитель салып, қамыр қорсытқыш араластырып алып, енді үстіне сары майымызды салып, кружка жасаймыз. Кружкамыз дайын болды. Енді осы дайын кружканың үстіне жаңағы жұмыртқа менен қантымызды құйып, қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ, қолға жұқпайтын әдемі қамыр болады. Осы қамырды енді холодильникке қоямыз. 1 сағатқа болмаса, морозильникке қойсақ болады. Тезірек қажет болатын болса. Тесті жақсы қату керек. Мына қамырымыз қатты. Морозильникке біраз уақытқа қойып қойдым. Енді осы қатқан қамырды терканың ірі көзімен осылай өткізіп шығамыз. Егер қамырларыңыз жұмсақтау болса, онда теркадан өткізу қиындау болады. Кішкене қаттырып күткен қатқаны дұрыстау. Менің қамырым әлі кішкене жұмсақтау, бірақ жақсы өтіп жатыр. Осылай подносқа бір қалыпты қылып, қалыңдығын жұқалау етіп, түгел теркадан торап шығамыз. Сүйтеміз дағы қыздырылған пешке 180 градуста қыздырылып тұр. Сол қызған пешке қызарғанша пісіріп аламыз. Тез піседі, 5-7 минутта тез піседі. Күйдіріп алмай қарап тұрамыз. Міне біз өстіп пісіріп алдық духовкаға. Асты үсті бәрі әдемі болып пісті. Енді сәл суытып алдық. Енді осыны жақсылап қолмен үгітеміз. Біз үгітіп алдық, бір келкі қылып майдалап, қатты майдаламаймыз. Енді осыған майдаланған жаңғақтан қосамыз. Майдаланған жаңғақтан қосып, сгущенка 3 желания жақсы болады. Осымен әдемі шығады. Осымен жақсылап араластырып шығамыз қазір. Ал қыздар, бәрін формаға салдық, кекстің формаларына. Енді
осылай бетін әсемдеу үшін мак сеуіп қойсақ болады, әдемірек көріну үшін. Осылай мак сеуіп шығамыз бетіне барлығының. Сонда әдемі көрінеді. Егер менің рецепттарым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге өтініш жасап жатсаңыздар, өте жақсы шығуына тілектеспін. Ас болсын. Осы дайын муравейникті холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз, чтобы форма қатып, әдемі болып тұру үшін.